Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Сіздер мен ауыл тынысы арнасы. Қайырлы кеш десем де болады. Кешкілік уақыт. Бүгін 5 мамыр 2025 жыл. Жаңа айтқандай кешкілік уақыт. Мынау естеріңізде болса, қыс бойы бұл жерде қойлар тұрғанның, қойлар бұл жерге сауынды сиырдың бұзауларын ошаққа ауыстырдық. Мына қабырғалардың түгелін дезинфекция жасап шықтық. Одан кейін бұзауларды осы жерге көшірдік. Қойларды астауларына шейін жасадық дезинфекция. Мынадай қыс бойы бордақ бұқаларын астауларын осы жерге әкеп қойдық. Осы жерден жемдерін беріп отырамыз. Аброт, көк су ғой, абротты осында құямыз. Сүт беріп жүрген бұзау біреу ақ, ана жерде бір қызыл бұзау жатыр. Соған ғана сүт береміз. Қалғаны түгелі тұтастай абротқа көшірілген. Аброт береміз, одан кейін барып жемдерін салып тастаймыз. Шөптерін оттайды осылай өздері. Осындай жағдайда қораның ішінен шығардық. Мынау қара. Өткенде өздеріңізге айтқам, ол ұры бұзау. Басқа сауынды сиырларды еміп қояды. Өзінің шешесі бар. Бір бауырларым жазып жүріпті, тұмсығына кигізетін нәрсе бар, соны кигізіп қойыңыздар деп. Оны кигізіп қойғанда ол өзінің шешесін қалай емеді сосын? Шешесін емелмей қалады қой. Бұл өзінің шешесін де емеді, сосын басқа сиырларды ұрланып емеді. Сондықтан бұны бөліп тастадық осылармен бірге. Кешкілік шешесін таңертең, кешке емізіп отырамыз. Қалған уақытта осындай бұзаулармен тұрады осылай. Осындай жағдай бұзаулардың түрі. Демалып жатыр. Қораның ішінде 2 бордақы ғана қалды. Басқаны өткенде айтқан тапсырып болдық деген. Одан кейін бір жаңалық. Үйге осындай бір ауыл шаруашылық құралын алып келдік. Бұны лапет деп айтады, жатка деп айтады. Шөп шабатын құрылғы ғой. Шөп шабатын құрылғы. Жаңадан алғанымыз жоқ. Қолдан алдық. Жүріп тұр. Алған кезде тексеріп түгелін алдық. Іске қосып, барлығы жақсы істеліп тұр. Шабылған шөп бірден жалға түсіп отырады. Балаларға жеңіл болсын деп артынан сосын рулон жүріп рулондайды. Осындай жағдай. Енді алғаннан кейін бағасын да айта кетейін. Бағасы 2 миллион 200. Үйге жеткізуімен 2 миллион 200 мыңға шықты. Бұл осы қыс бойғы бұқалардың арқасы. Солардың арқасында осындайды алдық. Енді өзіміздің де дух бруска бардың, косилка шөп шабатын. Мынау жеңілдірек. Мұнамен жеңіл болсын балаларға деп. Ол да кеңес одағынан қалған нәрсе ғой. Сондықтан осындай алу керек болды енді. Биыл Алла бұйырса шөптің уақытында бұны да сіздерге барлығын көрсетемін. Қалай болып жатқанын, қалай істеп жатқанын, іске асып жатқанын көрсетіледі. Мына жақтар қалды енді бордақы бұқалардың қыс бойы қиларын осы жаққа әйнектен лақтырып отырдық. Енді осы жақты шығарады. Қазір мал жақты тазалап жатыр. Қыс бойы мал тұрған орындарды балалар сол жаққа көшті қазір. Мына жерден секіріп алайын. Осындай жағдайлар біздің ауыл тынысында. Шүкір Алла, аманбыз. Тыныштық. Өткенде де айтқам, сол желден әлі құтыла алмай жатырмыз. Құдайдың күнімен алысып кететін болдық өзі.
Жел дәл жел боп тұр ғой. Күнде күнде жел, күнде күнде жел. Әлі күн жылынған жоқ. Халық картошкелерін, картоптарын енді аздап салып атқандар бар. Біз әлі салғамыз жоқ. Салғаннан кейін оны да көрсете жатармын. Әділхан бауырымыз аман. Тыйыштық. Құжаттарын реттеп. Міне дайындап жатыр. Міне мына жақтың түгел төгіп тастадық балалар. Осы жақты төктік. Енді міне мына жақты. Енді қалған önde осы жерлер қысқы қидан. Осы жерлер сосын ана сұңқардың тұрған орны. Содан кейін қораның іші ғой, енді қораның іші бір сондай көп нәрсе емес. Ондай көп нәрсе емес. Міне мына жерлерді төгеміз енді. Бәрін тазалап келе жатырмыз енді. Бәрін тазалап келе жатырмыз. Осындай жағдай. Жылда алатын бройлерді биыл кешіктіріп жатырмыз. Күннің салқындығына байланысты. Жақын күндерді бройлерлерді алып келеміз. Мынау Шәккәрімнің тауықтары жұмыртқалап жатыр. Қазір осындай жағдайда. Жуындыға құмар бұлар. Жемнен көрі, бидайдан көрі осы есіл дерттері жуынды үйден шығатын. Осындай жағдай енді қазір жайлауға барам, екінші үй жаққа қой мен мал өрістен келе жатыр. Сол жақта да біраз түсіре кетейін. Көрші жаққа шықтым. Күннің көзі әлі шығып тұр. Аяндап мына жаққа келе жатырмын. Бұл жақты иштік. Мал өріске шығып жүр. Бақылып жүр. Бұл жақта да азнаулақ жұмыстармен насос қойып, судың астауларын қойып, сондай жұмыстарды реттеп жатырмыз. Мынау жер тал болғанның кесіп тастадық. Міне осындай насос қойдық. Өткенде осыдан бір ай ма, 2 ай бұрын сатып әкеп қойғанбыз өзі. Соны қойып су тартып отырмыз осы жақпен. Мынау малиналарым бүгін суарылмай қалды. Күннің ыстығы керек болып тұр бұларға да. Осындай жаңалық. Қазір малдардың өрістен келгенін көресіздер. Өткенде де көрсеттім ғой. Жамырап, азан-қазан болады қазір барлығы. Алыста ғой деймін, көрінбей жатыр. Мына бастау ұзын 10 метр сиырларға суын құйып қойдық. Бүгін бірінші күн даладан ішіп жүргеннің судың барлығын. Енді үйден суаратын боламыз. Қойлардікі қойылған жоқ, оны 1-2 күнде оның да астауларын қойып қоямыз. Тағы бір айта кететін жаңалық. Бір сиыр туды, сиыр болғанда құнажын, 1 жасар құнажын ғой. Былтыр подсос болған. Сол бұзаулады. Осындай өзі сияқты шешесінде түрі осындай нәзік, жіп-жіңішке нәзік. 1 жылдық құнажынның таналардың балалары енді осындай болады қой. Көбінесе 1 жасар құнажындар туа алмай қалады. Жас қой олар. Бұзаулай алмай қалады. Мынау бұзау кішірек болғаннан кейін әйтеуір аман есен жаны қалып бұзаулады. Жақсы емес бұзау малдың 1 жасар құнажын кезінде, тана кезінде туғаны, бұзаулағаны. Осындай жағдай.
өріске жібермей алып қалдық, шешесі өріске кетіп қалды. Таңертең ем болған, қазір шешесін, қазір кешкілік келгенде шешесі де іздеп келе жатқан шығар. Қайда деп төлін. Осы біздегі жаңалық. Айт. Менің артынан еріп келе жатыр. Мал алыста, жырада жақта келе жатыр әлі. Қазір үлкейтіп көрсетіп көрейін. Әне. Қойлар мына жаққа шығып кеткен ғой деймін. Мына талдың ар жағына қарай жүр ғой деймін қойлар. Бер жағынан да түсіп келе жатыр. Шәккәрім атпен жүрген. Күнде кешкілік сұңқараға мініп, малды со жақтан тосып алады. 1-2 километр жерден. Мына жер біздің сауын сиырлар. Далада шөп аздау. Күні сымай тұр ғой. Күні сымай тұр. Содан кейін мына көл ықтасын жерлерде шөптер мол болғаннан кейін кешкілік уақытта өздері ана жерге жеткен кезде шаққа шарапат бұрып жереді мотоциклмен осыла қарай. Сосын осы жақтан кеп шөпті мол жерлерден оттап жүр. Қазір дөңнің үстінен көрейін енді. Көрермендердің көбі ақырғы кезде, соңғы кезде қосылған көрермендердің көбі сұрап атады. Бас жоқ, көз жоқ. Қай жерден, қай елді мекен, қай облыс, қандай ауыл екенін айтпайсыз деп. Оларға жауап беріп атырым. Мен де қажымайым. Ол менің бұрыннан келе жатқан көрермендеріме қызықсыз, олар оны талай рет естіген, талай рет айтылған деп. Сонда да айтып өтейін, Павлодар облысы Шарбақты ауданы Александровка деген ауыл, елді мекен. Ауыл міне осы. Мынау 4-ші көше деп айтамыз. Күн батып баратқан жақ міне. 4-ші көше. Ұзындай осылай кетеді. Мынау біздің көше, 3-ші көше. Мархат пен Зейт бауырым отыр, мал тосып. Міне мынау 3-ші көше. Бұлардың ар жағында тағы да 3 көше бар. Сонымен біздің ауылда 5 көше бар. 5 көше бар. Осындай жағдай. Қазір енді малдар жақындаған кезде қойлар онда түсіре кетерім көрсетіп. Міне келіп қалды ғой. Қойлар бірінші қойлар келеді, одан кейін барып сиырлар келеді. Іздегенге сұраған дейді ғой. Іздегенге сұраған қайда кетіп қалды? Видео түсіріп отырсам, Әділхан бауырымызды өзі де келіп қалыпты біздің жаққа. Әділхан бауырым, қалдарың қалай? Жақсы, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Амандық болсын. Орналасып болдыңдар ма? Болдық. Ұнады ма ауыл? Ұнады. Балдарға да ұнады, өзіме де. Жақсы ма бәрі? Жақсы. Жарайды, жақсы болсын. Ұнаса болды. Балалар мектепке барып жүр. Келін жұмысқа шықты мектепке. Бұда. Міне, мынау жүгіріп келатқан бұзауын іздеп жүр. Мынау құнажын. 1 жылдық. Бұзауын іздеп жүр. Бұзауын іздеп жүгіріп келатыр, балажан көрінеді.
Кіргізе бер, Марқат, кіре берсін. Қойлар мына жермен өтеді қой. Мына жақтан мал іштеме жүрмейді. Мына жақта көк жақсы көтеріліп тұр. Осылай қамантын кезде мына жаққа қарай ұмтылады. Жап-жасыл болып тұр ғой енді бұлар. Ей, күшт. Шәккәрім да келе жатыр. Шәккәрім, қайыр. Күндікке оттап келді. Далада күндікке 5-ке. Бүгін 5:30-да шықты. Соның өзінде көк көздің жауын алады қой енді. Ұмтылады тек. Жақта Әділхан бауырымызда шығып тұр. Қойларды. Анда-санда осылай келіп кетеді. Қарап, қызықтап. Міне осы ауыл. Әділхан бауырымыздың бір қозды қойы бар осында. Оны Нұрболат бауырымыз бергеннің Әділханға. Сыйлық ретінде көмегім болсын, жерлесім деп бір қозды қойын берген осында жүр. Қойларды қамап болдық, міне малдары келатыр. Үйтіп бүйткенше күнді ұясына батты. Сағат бір 7:30-ның кезі болып қалды. 7-тен 20 кетті ғой деймін. Сондай маңай. Ал сауын сиырлар ана жақта әлі. Қазір бір 10-15 минуттан кейін олар дайда болып кеп кіргізеді. Сауын сиырларды ерекше біраз қарап жүрміз оларға. Себебі майдың майы, май айының, мамыр айының майы сапалы. Сондықтан оларды жақсылап тойдыру керек көкке. Тойып келді ғой сиырларда. Анау француз, әне біз ауылмен жүр жанында. Бол, айда шәккәрім. Сатып алған құнажың ғой. Көктемде келді ғой. Әкел сиырларыңды да шәккәрім. Тойған шығар. Ерте кетіп қалды ғой дейме олар шарапат. Қарындары шығып, кәдімгідей көкке. Су ішіп жатыр ғой дейме. Иә, ішіп жатыр. Шәккәрім! Үйісті майдан алып кел! Ана бұзауын тауып бер шарапат. Тап алмай жүр әлі. Деміп тұр екен ғой. Тап алмай тұрмын сен. Мә. Көмей бер, төртінші ошыға қосып кет. Қайсы? Сол бағана жүргеннен, бағана сосын қайтын қашып кет. Бұзауыз деп. Бұзауын іздеп жүр. Бұзауы бармады ғой таңертең. Бұзауы таңертең бармады. Теуіп тұр. Желін ісіп тұр ғой. Күндіз ембеді. Ане, шарапат анау теуіп тұр. Стай!
ашық қалған ғой. Ашық қой дейір суды. Каштақ қой керек екен. Су түшіп қойыпты. Ар жаққа шығарып жүретін. Қойларға да су қою керек екен. Мал ішіп қойғаннан кейін қойлар да су ішеді. Осындай бір жағдай, осындай видео. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Есен, сау болыңыздар.